Жыл сайын жаңа оқу жылы қарсаңында құрылыс саласының жұмысы сынға ілігеді. Себебі мерзім мен сапаға келгенде салғырттық басым. Енді олқы тірлікке орын бергендер қалай жазаланбақ? Жалпы өңірде қанша нысанның құрылысы тұралап тұр? Облыс әкімінің төрағалығымен өткен жиыннан әріптесім тарқатсын. Бүгінде Жамбыл облысында 207 нысанда құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Олардың жобалық сметалық құны 146,7 миллиард теңгені құрайды. Былтыр өңір бойынша 160 нысан ел игілігіне берілсе, биыл жыл аяғына дейін 150 нысанның құрылысы аяқталуы тиіс. Алайда қарқын баяу. Осылай деген аймақ басшысы жылдағы әдеттің қайталанып жатқанын баса айтты. Ал ең негізгі мәселе сапаның сын көтермеуі. Сондай-ақ қазынадан берілген қаржыны игеру жайымен жобалық сметалық құжаттар нашар әзірленген деп баға берді Бердібек Машбекұлы. Кірпіш жоқ, плита перекрытие жоқ, бетон жоқ, сондай мектеп салына ма екен? Оған қарамастан қалай екі этажды ғимаратқа лифт қояды? Мына бас бар ма жоқ па? Аймақта 26 білім нысаны, оның ішінде 19 жаңа мектептің құрылысы жүргізілуде. Ал 2021 жылы 14 жаңа білім ұясы бой көтеріп, пайдалануға беріледі деп жоспарланған. Дегенмен тамыз айында толықтай аяқталуы тиіс тірліктің тұралап тұрған жайы бар. Бүгінде ел игілігіне бір мектеп берілді десек, қалған 13-інде балалардың қай мезгілде білім алатыны әлі белгісіз. Балдар жаңа оқу жылында жаңа мектепке бару керек. Енді барлығы біледі ғой мектептің салынып жатқанын. Олар ана мектепке барып, екісімен мына мектепке барып, үшіншісімен оқытамыз деген болмайды. Жаңағы айтылған мектептердің барлығы, мынау қанша 40 күнде уақыт қалды ма? Сонда солардың бәрін бітіруге жұмыс істеу керек. Бердібек Сапарбаев жауаптыларға жұмыс жайын жақсылап білуді, мердігерлермен тығыз байланыста болып, қарқынды бәсеңдетпеуді тапсырды. Сондай-ақ құрылысқа қажетті заттардың өз өнімімізден болуы да аса маңызды екенін ескертті. Фарида Сейілханқызы, Ахан Әбілқайыр, Нұрбол Қыстаубек, Тараз 24.